Кішкентай ұл баланың ата-анасы ретінде біздің қоғамда қалыптасқан дәстүрлі осы баланың гениталиін ашқызып, әпшу берші деп айтатын нәрсе мені қатты алаңдаттырмай қоймайды. Сәлем, менің есімім Нұрбақыт, мен 27 айлық ұл баланың анасымын, және де менің баламның басқа адамдарға әпшу беруіне қарсылық білдіремін. Неге екенін осы видеода айтамын. Ересек адам ретінде балаларымызды зорлықтан қорғап қалудың бірден-бір жолы, менің ойымша, оларды өз денелерінің автономиясына үйрету. Ал дененің автономиясы дегеніміз, ол адам денесімен болып жатқан кез келген жағдайда сыртқы әсерлерсіз оны бақылауда ұстай алудың құқығы. Бұл балалардың кішкентай кездерінен бастап үйренулері және түсінулері тиіс концепция. Өзінің денесін өзі бақылауда ұстай алатын бала сексуалды зорлыққа ұшыраудың мүмкіндігін төмендетеді де, өз кезегінде ешкімге зорлық жасамайтын адам болып өседі. Сондай-ақ өз денесінің автономиясын қалыптастырған бала оған жасалынып жатқан зорлыққа көз жұма қарамайтын болады. Балаларымыздың зорлыққа ұшырауларының көптеген оқиғалары жайлы естудің өзі өте қатты ауыр тигенімен, бұндай оқиғалардың жиі орын алуы ащы шындық. Көбінесе сол зорлықты жасайтын адам сол баланың өзі білетін және сенетін адам болып келеді. Баланың денесін өзінің меншігі емес, ата-анасының, қамқоршысының, не болмаса туысқанының меншігі ретінде қарауда алдымызға жан салмаймыз. Яғни бала өмірінде көп көрмейтін туысқандардың, немесе тіпті ол болмаса көшеде жайған өтіп бара жатқан таныс емес адамның балаға шалбарын іш киімін шешкізіп, әкел әпшу берші деп айтатындары, оның барлығы ата-бабадан келе жатқан дәстүрге балап, не болмаса ол жаңағы гениталийдің артық терісін алып тастауға көмектеседі деген қате пікірдің барлығы. Одан кейін осы қонаққа барған кезде өзінің жаңағы үнемі жиі көрмейтін адамдарды, жай ғана туысқандарды сүйгіздіруге тырысып, оған жаңағы ескертуге беріп, оны қинап, жылатып, тура сол жерде амандастыруға беретін қимылдардың барлығы баланың өз денесі оныкі емес екенін көрсетеді. Келісемін, бұның барлығы атадан балаға келе жатқан дәстүрдің көрсеткіші. Бірақ осылай жасау арқылы біз балаға нені үйретеміз? Бала тек қана ересек адам не айтса, соны жасау керек екенін, және де ешқандай денесін өзінің меншігі емес екенін, және сол денесін бақылауда ешқашан ұстай алмайтынын үйренеді. Баланың өмірінде өмір бақи сіз болмайсыз ғой. Оған қандай ойы бар адам кездесетінін сіз білмей де қаласыз. Сондықтан да бұның барлығын аға буын өкілдері үшін қабылдау қиын болса да, балаларымызды өзін қорғауға үйретуіміз керек. Балаға зорлық көрсетудің мысалы ретінде тек ересектермен қарым-қатынасты ғана емес, сонымен қатар екі баланың арасына араша түсуді де алсақ болады. Мысалы айталық, екі кішкентай бала бір нәрсеге таласып, төбелесіп қалады да, біз бірден барып, кәне бір-бірлеріңді құшақтаңдар, кәне кешірім сұраңдар деп айту кезінде біз неге сол екі баланың біреуі немесе екеуі де құшақтағысы келмейді деп ойламаймыз? Біз осылай жасау арқылы зорлықтың қалыпты жағдай екенін үйретіп жатырмыз ғой. Және де тағы да бір мысал, бір ұл бала қыз баланың шашын тартып жатса, сол кезде бізге сені ол жақсы көреді, солай ұнатып қалған ғой, ештеңе етпейді деп айтып үйретіп тастаған. Солайша мен және сіз де зорлық жасаудың қалыпты жағдай екенін үйрендік. Жоқ. Сізді жақсы көретін адам, сізді сыйлайтын адам, сіздің досыңыз болып табылатын адам сізге ешқандай ауыртпашылық әкелмейді. Сіздің еш жеріңізді ауыртпайды, ыңғайсыздық сізге тудырмайды, сізді ешқандай да қинамайды. Тағы да қайталайын. Сізді жақсы көретін адам сізді ешқашан ұрмайды, сізге ешқандай ыңғайсыздық тудырмайды, сіздің еш жеріңізді ауыртпайды. Осылардың орнына балаларымызды не нәрсеге үйретсек болады? Ал алдымен бастамас бұрын видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Неғұрлым көбірек адам білетін болса, соғұрлым біздің балаларымыз қауіпсіз ортада өсетін болады. Бірінші, балаңызды өзінің дене мүшесін анатомиялық атаулармен атауды үйретіңіз.
Осыны балаңыздың сәби кезінен бастап үйреткен дұрыс. Өйткені шындықты айтудың ешқандай да ерте уақыты болмайды. Мен балама өзінің гениталиін кім көре алатынын шомылдырған кезде көбінесе айтамын. Яғни сен өзің пенисіңді өзің жуа аласың, немесе маған жуғыздыра аласың. Қалайсың ба, мен жуайын ба, әлде сен өзің жуасың ба? Деп оған таңдау беремін. Және де әкесі екеуміз, мен немесе сенің әкең, осы сенің пенисіңді біз көре аламыз, сен рұқсат берсең, біз жуа аламыз. Рұқсат бермесең, сен өзің жуа аласың деп айтамыз. Осы жердегі ең маңызды болып табылатын нәрсе, балаға ешқандай да үрей туғызбай, жоқ, оны сен ғана көруің керек, сен ғана ұстауың керек деп үлкен эмоционалды түрде айтпай, ешқандай балаға үрей туғызбай, байсалды, қалыпты дауыспен түсіндіруге тырысу өте маңызды. Бұл жерде гигиеналық тұрғыда дұрыс емес қой деп те ойлауыңыз мүмкін. Я, кейбір кезде ол өзінің пенисін өзі дұрыс емес жуып қалады. Әрине, келісемін. Бірақ бұл жерде сіздің ойлайтын, көңіл бөлетін нәрсеңіз сол баланың денесінің өзінікі екенін түсіндіру. Яғни бала жуламас десе, сіз жуламайсыз. Тоқта десе, сіз тоқтайсыз. Менің ұлым пенис деген сөзді күнделікті өмірде естиді. Ол соған үйреніп қалды. Ол өзінің дене мүшесінің атауын біледі. Егер болашақта енді қызым пайда болып жатса, оған вагина деген сөзді де үйретемін. Оған менде вагина бар, сенде де вагина бар деп айтатын боламын. Өйткені вагина, пенис деген сөздер мұрын, ауыз, құлақ, көз деген сияқты дене мүшелерінің атаулары. Онда ешқандай ұят жоқ. Менің өз басым, өз дене мүшемнің, гениталиемнің анатомиялық атауын тек осы балалы болған кезімде ғана білдім. Яғни оқып, зерттеп, баламның тәрбиесі жайында оқып, зерттеген кезде ғана вагина, пенис деген сөздердің бар екенін білдім. Өзіңіз ойлаңызшы, мен 24-темін, тек қана 23 жасында ғана бұның барлығы осындай екен-ау деп көзім жетті. Оған дейін мен біліп жүрген жоқпын. Оған дейін тек қана мен тасақ, немесе тағы да ташмай, немесе жаңағы бұның барлығы ұл балаларға қолданылатын сөздер, ал қыз балаларға тәтунай деп айтатын сөздерді ғана естіп келдім. Ал вагина, пенис дегенді тек қана осы жақында ғана білдім. Егер бала гениталиенің анатомиялық атауын білмейтін болса және оны белгілі бір кодтық сөздермен аттай беретін болса, оның гениталиен ұстаған немесе жай ғана көргенін басқа бір ересек адамға бала хабарлап, менің татунайымды көрді, маған аш деп айтты, менің тасағымды көрді деп қыз ұл бала айтқан болса, ересек адам оған сенбейді. Ал егер бала менің вагинамды ұстады, менің вагинамды көрді деп айтатын болса, ересек адам сол баланың айтқан сөзіне сенуге мүмкіндігі артады. Ал зорлық көрсетуші адамдар сол балалардың осылай білместігін пайдаланады да, осы зорлық көрсетуді ары қарай жалғастыра беретін болады. Сонда өзіңіз ойланып қараңызшы, осылай жалғаса беретін болса, қанша баланың өміріне қауіп төніп тұр. Гениталийдің анатомиялық атауын білу балаға зорлық көрсетіліп жатқан кезде, немесе бала соны сезіп қалған жағдайда тоқта, стоп деп айтуды да үйретеді. Яғни бала ыңғайсыз жағдайды сезіп қалған сәтте жоқ деп айтуды біледі де, сіз қасында болмасаңыз да өзін қорғай алатын болады. Номер 2, балаға тіпті ересек адам болса да, оған жоқ деп айтудың дұрыс екенін үйрету керек. Балаға ұнамайтын жағдай туындаған кезде, ол сол ситуацияны тоқтата алатынын түсіндіріңіз. Балаңыз ересек адамға деген ілтипатын оған әпшу бермей-ақ та, оны қинап сүйгіздірмей, ескетпей-ақ та, оны сыйлайтынын, махаббат жолдарын көрсете алатынын түсіндірсеңіз болады. Яғни бұл жерде де балаға таңдау жасаңыз. Белгілі бір жерге барардың алдында балаңызға мына тәтені көрген кезде, немесе мына ағаны көрген кезде сәлем деп айтасың ба, әлде қол бұлғайсың ба? Әлде ассалаумағалейкум деп екі қолыңды бересің бе, әлде жай ғана бесті бересің бе? Деп оған таңдау жасатыңыз. Сіз көп жылдар бойы танитын адамыңызға
баланы таныстырып жатсаңыз да, балаңыз ол кісіні аз уақыт қана біледі ғой, немесе ол оны тіпті білмейді де. Сондықтан да балаңыздың өз денесінің автономиясын қалыптастыру мақсатында оған ешқандай да бар, сүй, бар, искет, бар, әпшу бер деп айтып қысым жасамаңыз. Бұлай сіз бағана айтқанымдай балаңыздың өз денесі өзінікі емес екенін, сіздің меншігіңіз екенін ғана үйретесіз. Үшіншіден, балаңызға басқа адамның денесін ұстаудың алдында рұқсат сұрауды үйретіңіз. Яғни амандасудың алдында бетіңнен сүйсем болады ма, кәнекей құшақтасам болады ма, немесе қол алсамыз ба деген сияқты сөздерді айтуын қадағалаңыз. Себебі құшақтасып сүйісуді көп адамдарды ұната бермейді. Сондай да адамдар болады. Осылайша бала өз денесін бақылауда ұстаудың маңыздылығымен қатар басқа адамның шекарасын бұзбай, сол адамның денесіне де құрмет көрсетудің маңыздылығын түсінетін болады. Біріншіден, балаға ұстауға болатын және болмайтын жерлердің бар екенін айтыңыз. Мысалы, балаңыз сіздің оның шашын сипалағаныңызды ұнатуы мүмкін. Ал керісінше басқа біреу жасаса, ол өзін ыңғайсыз, тіпті қорқынышты сезінуі мүмкін де, сол кезде бірден бала сізге келіп айтуы тиіс екенін түсіндіріңіз. Бесіншіден, балаңызға құпиялардың екі түрі болатынын, яғни сақтауға болатын және сақтауға мүлдем болмайтын құпиялар бар екенін айтқаныңыз дұрыс. Мысалға, баланың туған күніне немесе кез келген адам туған күніне тосын сый жасау барысында сіз сыйлықты бір жерге тығып қойып, осыны құпия ретінде сақтайық деп айтасыз. Бірақ бұдан бөлек зорлық көрсетуші адамдар балаңыздың гениталиін ашып қараған кезде немесе жай ғана ұстаған кезде де балаңызға бірден осыны құпия ретінде сақтайық, ешкімге айтпа, біреуге айтсаң жаман болады деп айтып қорқытып тастауы мүмкін. Тура сол жағдайдың алдын алу мақсатында сіз балаңызға, егер сенің іш киіміңді біреу ашып қарайтын болса, оны гениталиіңді ұстайтын болса, сен оны құпия ретінде қалдырма, сен оны бірден маған айт деп айтып түсіндіріп қоюыңыз керек. Әдетте зорлық көрсетуші адамдар балалардың осылай құпияны сақтауға құмар екенін, құпия деген нәрсені қатты жақсы көретінін білгендіктен балаңызға осыны құпия ретінде сақтайық деп айтуға тырысады. Және де әдетте зорлық көрсетуші адамдар балаға жақын, баланың танысы болып келеді, сондықтан да балалар сол таныс адамның айтқанын орындайды. Сонымен балаңызға бірден осы жағдайдың алдын алу мақсатында сенің іш киіміңді біреу ашып, осы жеріңді ұстайтын болса, жай ғана қарайтын болса да, жаман бір нәрсе болады деп айтса да, бірден маған айт, бұны құпия ретінде сақтама, бұл дұрыс емес деп айтып қоюыңыз керек. Алтыншы, балаңызға сенім білдіруге тиіссіз. Осындай жағдайға балаңыз душар болып қалса, бірден оған бұл жағдайдың барлығы сенің кесіріңнен болған жоқ. Сен ешқандай жамандық жасаған жоқсың. Сен айтсаң, жаман нәрсе болады деп саған айтты. Ешқандай жаман нәрсе болмайды. Бұл нәрсенің барлығы сенің кінәңнен болған жоқ. Саған жаңағы кісі жаман нәрсе болады, айтуға болмайды, ешкімге айтпа деп айтты. Бірақ ешқандай жаман нәрсе орын алмайды, уайымдама. Сен менің қорғауымдасың, мен сені жақсы көремін деп айту маңызды. Ата-ана немесе қамқоршысы ретіндегі сіздің ең бірінші жасайтын әрекетіңіз балаңызға сенім білдіруіңіз өте қажет. Жетінші, осындай жағдайдың алдын алу мақсатында балаңызға ол өзінің сенім білдіре алатын, кез келген тақырыпта әңгіме қозғай алатын 5 ересек адамды таңдауға көмектесіңіз. Сол бесеуінің үшеуі отбасы мүшесі емес, бөлек тұратын ересек адам болуы маңызды. Себебі статистика көрсететіндіктен балалар зорлық-зомбылыққа ұшыраған сәтте бірден ата-аналарына, отбасы мүшелеріне келіп айтпайды екен. Сондықтан да отбасынан бөлек тұратын адамдардың болғаны маңызды. Балаңызға осы таңдалған 5 адамның барлығына да өзінің ішінде болып жатқан ойларымен бөлісе алатынын, оларға толықтай сенім білдіре алатынын айтып қойсаңыз да жақсы болады. Ал егер осындай жағдайға балаңыз душар болып қалса, балаңызға
сен осындай белгілі бір жағдайға түсіп қалсаң, осы таңдалған 5 адамның біреуіне барып түсіндіресің жағдайды, одан кейін ол саған сенбеген жағдайда келесі екінші адамға барып сол жағдайды түсіндіруің керек. Яғни сенің бұл жердегі мақсатың саған адам сенбейінше қайта-қайта сол 5 адамның барлығына барып айтып шығу. Балаңыз кез келген оқиғаға тап болған кезде сол 5 ересектің ішіндегі біреуіне келіп жағдайды түсіндірсе, ал ол ересек адам оған сенбейтін болса, ол келесі адамға барып жағдайды түсіндіре алатынын, яғни оған сенбейінше, оған сенетін адамды таппайынша, ол адамдарға барып жағдайды түсіндіре беруі керек екенін біліп жүруі қажет. Сізге тағы да пайдалы болатын ақпарат мына видеода да айтылған. Бұл видеода мен балаға қалай ұрмай-соқпай барлығын түсіндіруге болатынын, жалпы бізді ұрып тәрбиеледі, біз соны қалай тоқтата алатынымыз жайында айтқан болатынмын. Тамашалағаныңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Менің келесі видеомда кездескенше сау!